Қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай гүл мантысын немесе гүл ханым деп жатады, роза гүл деп жатады, әркім әрқалай айтады. Осы роза мантысын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі ол үшін осындай ұнымызға ортасын ашып, бір жұмыртқамызды саламыз. Бір стакан осындай тастай мұздай суымызға осындай шай қасықтан 1,5 қасықтай тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз суымызды. Сосын ұнға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қатты жұмсақ қамыр илемеңіздер, қатты болғаны өте жақсы езілмей, жақсы пісетін болады мантылеріңіз. Жақсылап тұрып илеп, одан кейін осындай қатты жерге алып, ең қанғанша осылай илейтін боламыз. Түйіршік ештеңке қалмау керек. Жақсылап ие қанса жылтырап, керемет қамыр шығатын болады. Осылай жасап, мен салафанға салып қойып қоямын. Өте дәмді негізі осы роза. Қонақтарыңыз келсе де ұсына берсеңіздер, дастарханның сәнін келтіріп, сонда бір ерекше манты болып тұрады. Ал мен салмасын барлығын дайындап алдым. Алдын ала картошка қостым азғана, сосын осы құйрық майды қостым. Құйрық майды енді өз қалауларыңызбен қосасыздар. Зира қостым, зираны да өз қалауларыңыз, қоспасаңыздар да болады. Қара бұрыш қостым, тұз және қызыл бұрышты қосып, жақсылап араластырдым. Пиязды да қостым. Негізі картошканы қосса өте дәмді шығады. Енді ол да өз қалауларыңыз. Біреулерге картошка ұнамайды. Менің отбасыма қатты осы картошка қосылған манты болсын, ханым болсын, барлығы ұнай береді. Сондықтан азғана картошканы да қосып жібердім. Қараңыздар, енді қамырымызды екіге ортасынан бөлеміз, дәл ортасынан. Сөйтіп осылай зуала жасап, біреуін салып, біреуін жаятын боламыз. Менде осы отбасыма осы 2 зуала жетеді. Бұдан да көбірек қоссаңыздар, илесеңіздер болады қамырды. Бір 5-10 минутқа тағы да қойып қойасыздар, ең қандырып. Содан кейін осылай 4 жағын баса отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Ең соңында осы ортасын жаясыздар. Сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен салған видеоларды сіз бірінші болып көресіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің жаңадан бастап жатқан каналымды қолдап, қазақша контентті қолдап, сіздерден қолдау күтемін. Сондықтан каналыма міндетті түрде тіркеліп, осында салған видеолардың барлығын көріп шықсаңыздар болады. Қол жетімді видеолар салып отырамын. Ал қамырымызды осылай жайғаннан кейін 4 жағын осылай кесіп шығамыз. Қараңыздар, өткен 4 бұрышты қамыр шығу керек. Роза гүл пішіні келу үшін. Жан жағын осылай кесіп, енді осылай ұзынша етіп кесетін боласыздар. Қатты жалпақ қылып жібермеңіздер, орташа көлемде осылай кесіп шығамыз. Енді бір-бірінің үстіне қойып, осылай алып қоясыздар. Жартысына қазір фарштарды салып шығатын боламыз. Дәл ортасына осылай салып шығасыздар. Қатты көп салып жібермеңіздер, себебі ортасы ашылып, роза гүлдің формасы келмей қалатын болады. Содан кейін осы қамырды бір шетіне осылай жабамыз. Осылай жауып шығамыз. Қараңыздар, видеодағыдай. Мен осы салмасының барлығын, грамдарын мен осы видеоның астында описанияға қалдырып кетем. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Осылай орап шығасыздар. Ұлу тәрізді уже